әдейі айтам да жүрем. Бір семьяда әйел басқарады өйткені. Әйел басқарады. Сол әйел басқарғанда семьяның бұзылуына да алып баратын сол. Өйткені ойлаңыз, қыз бала бір үйде тек әйелдің басқаруын өскеннен кейін ол қыз бала басқаға өз басын, семьясын құрғанда мен басқарам деп барады. Яғни ол өйткені басқаруды көрді, ұяда соны көрді, ұшқанда соны іледі. Ал еркек басқарған семьяда қыз бала жаңағыдегі солай болып өсті тәрбиемен. Қыздың мысалы өзінің орнын біліп өсті, барған жерінде де жақсы ана болып өседі, өзінің орнын біліп өседі. Бекер айтпайды ғой. Мысалы бір хан болған екен, ақылды қызы болған. Мен бір қыз баласы сол ойнап отырғанда, мұндай уәзірлермен сөйлесіп отырып, хан бір сөзін айтып қалады. Еркек деген сондай мықты болады, ол жаман әйелді де дұрыстайды, жақсын да дұрыстайды десе, ойнап отырған қызы айтыпты. Әке, қателестіңіз депті. Осы жерде. Енді ана уәзірлердің алдында айтқаннан кейін ұялып қалады бұл кісі. Не болды десе, негізі менің ұстаздарымнан естетіне, мен оқытады ғой ханның қызы болғасын. Не деген үлкен даналарды алып келеді. Мен ұстаздарымнан естігенім, ерді ер қылатында, жер қылатында әйел еді. Сіз осы жерде дұрыс айтпадыңыз ау дейді. Сонымен ашуланып, ондай болса көреміз дейді да, қолынан ұстаған күйі сол 13 жасар, 14 жасар қызын елдегі бір мешел, аяқ қолы істемейтін кедей адамның үйіне алып барады да, анау сенің күйеуің деп некесін оқытып тастап кетіпті. Ашуланғаннан. Жылдар өтті дейді. Мемлекет басына әртүрлі күндер туды. Жарқырап күнде шықты. Қара болып бұлтта келді. Біраз уақыт өтеді, қызын да ұмытыпты. Күндердің күні ханға жаңағыдегі осы елдің атақты көпесі жолығуға кеп тұр депті. Бала шағасымен, яғни жанұясымен сізге жаңа бір сөйлесіп, танысып кеткісі кеп тұр депті. Ең үлкен көпес дейсіз ба? Иә, осы енді осы сіздің еліңізде қанша базар болса, соның егесі сол. Керек болса біздің хандығымызға да анда-санда қарыз беріп тұрады. Сондай бай адам. Не дейді? Алып кел, көрейік, танысайық ондай адаммен. Не деген жақсы? Кірет, енді нұрлы бір жігіт. Жаңалдегі жауырыны қақпақтай, ойлы, жаңа көрініп тұр сондай ақылды кісі екен. Отырады, екеуі біраз әңгіме құрады. Ұнайды ана кісінің сөзі де, ұтқырлығы да. Сондай бір енді соны сөйлеп отырып, осы мен қызымды осындай бір жігіттерге неге бермедім екен деп қызы еске түседі. Сөйтіп қараса жағына сол қызына ұқсаған бір келіншегі отырды ана кісінің. Соған қарап отырып, мен қызымды да бір іздейтін уақыт болды ғой, дұрыс болмады соным деп ойлап отырып, енді жанұяңызбен таныстырыңыз дейді. Енді осынша бала шағам бар, енді балаларым сізге жаңа майда болғасын онша алып келмедім. Мынау жолдасым, сіздің қызыңыз дейді. Сөйтсе, әлгі баяғы мешел екен да. Себебі, мешел деген аяқ қол істемейтін адам. Ол жалқаулығынан жатып қалған адам екен. Соны әлгі әйелі келіншегі тамақ бергенде аузына бермейді екен тамақты. Жанына қояды екен, өзің алып жеді. Соны алып болғаннан кейін арырақ қояды екен. Одан тағда арырақ қояды екен. Жүруді үйреткен екен сөйтіп. Нан үшін істейді ғой бәрін. Тамақ үшін істейді адам өзі. Қимылдан. Тәтті қылып тамақ істейді, мысалы, иісін аңқытып. Бірақ алдына қоймайды да, анда қояды да. Енді сосын барады ғой, анау енді қарын деген құрыды жаңағы омыртқаға жабысып. Ашқаннан, сосын ананы бір жейін деп барады, амал жоқ. Сөйтіп қимылдауды үйретіп, ол қимылдағаннан кейін оның ер екенін есіне түсіртіп, жаңағыдегі соны жаңа үлкен істерге шейін алып барып, тіпті мемлекеттік дәрежеге шейін көтерген екен дейді. Соны айтып отқан кезінде хан қараса, ұялғаннан бармағын қанатып тістеген екен дейді. Бұл болды ма уақиға, болмады ма, бірақ өмірдің шындығы бар нәрсе.